Сәлем достар. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым мат қою тәсілі. Атап айтқанда, оның ішінде екі жүрісте мат қойып үйренеміз. Өте маңызды сабақтардың бірі. Егер шахматты жақсы меңгеріп, жақсы нәтижелер көрсетемін десеңіз, алғаш көріп отырсаңыз, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дайын болсаңыздар, онда жалғастырамыз. Екі жүрісте, бұл жерде ферзбен мат қоюымыз керек. Осындай тапсырманы қалай шешеміз? Ендеше кеттік. Бұл жерде мен қарап отырмын. Король өте қауіпті жағдайда тұр. Ферзім мат қою керек. Бірақ король бізде кедергі жасап тұр. Сол себептен пешканы алдыға жүрем. Олар жейді, басқа амалы жоқ, сонда ферзбен артынан мат береді екен. Келесі тапсырма. Екі жүрісте мат қоюым керек. Менің ферзім шақ қояйын деп тұр, көріп тұрсыздар. Өзімнің ладьям кедергі жасап тұр, бірақ олардың ферзі менің ферзімді жеп қояйын деп тұр. Сол себептен олар жеп үлгермеу үшін шахматта қос шақ деген шақ бар, двойной шақ дейді. Қос шақ болып тұрған кезде ферзь жейтін уақыты жоқ, өйткені ладьяда шақ беріп тұрды. Сол себептен корольдің қашатын бірақ мүмкіндігі бар. Енді бұл жерде әрине ладьямен шақ бере алмаймын. Ладья жеп қояды, сол себептен ферзбен кірем, мат болады, көріп отырсыздар. Келесі тапсырмада мұқият қараймыз, қалай мат қоюға болады. Ферзім мат қояйын десе, ладья кедергі жасап тұр. Сол себептен ладьямен шақ берем. Слонмен жапты. Егер ладьямен жапса, мат алар еді. Мына жерге слонды жеп, сондықтан слонмен жапты. Бірақ мынау диагональдің бойы ашылды. Сол себептен ферзбен соңына дейін барып мат қояды екенмін. Келесі тапсырмада қалай екі жүрісте мат қоям? Король ыңғайсыз жағдайда тұр. Корольді ортаға қарай шақыру керек. Сол себептен бірінші пешкімен шақ берем. Король қашады. Енді осы жерде ферзді жақындатып мат қояды екенмін. Келесі тапсырмада өте көп кездесетін тәсіл. Ферзбен артынан шақ берем. Король қашады. Пешкінің көмегін пайдаланып мат берем. Келесі есебімізде қарап отырсаңыздар, ақтар қараларға мат береді. Бұна корольге мат берім керек. Оны қалай жасаймыз? Король ыңғайсыз жағдайда қалдыру мына жерге қуу керек. Сол себептен шақ берем. Корольдің бір ақ жүрісі бар. Енді пешкінің көмегін пайдаланып қысып жіберем. Сонда мат болады. Келесі тапсырмада шақ берсем, король қашайын деп тұр. Оны жауып тастау тәсілін қолданамыз. Корольдің қашатын жерін, сондықтан пешкіні бере саламыз. Ладьямен, слонмен, қайсымен жесе де h8 нүктесінен мат алады екен. Келесі тапсырмада ладьям шабуылда, сол себептен ладьяны берем. Слонмен жейді, жол ашылды, ферзбен мат қоям. Келесі тапсырмада ладьяны лақтырам, ферзбен кіріп мат қоям. Келесі тапсырмада танымал екеуі диагональ бағытта жақсы ойнайды, сондықтан слонмен шақ беріп ферзімді жақындатам. Король бұлай жүрсе де мат алар еді. Келесі тапсырмада ойланайық. Корольді мейлінше артқа жылжытуға тырысу керек. Сол себептен ладьяны лақтырам. Ферзбен мат қоям, жай көріп тұрсыздар. Мына жерде слонмен ферз матқа шабуылды жасау тәсілі. Ферзбен кірем. Ең бастысы маған ешқандай шақ жоқ. Кез келген жүріске мат қоям. Бұл жерде атпен шабуыл жасайым, маттан қорғаныш жоқ.
кез келген жүріске мат қоям. Енді бұл жерде мат қою үшін аттың көмегімен, ат пен ферзь өте керемет ойнайды. Сол себептен ферзьбен кірем. Кез келген жүріске алдынан мат қоям. Бұл жерде мат қою керек. Сол себептен ферзімді жейін деп тұр, сондықтан алдын жаман. Корольде бір ақ жүріс бар. Ферзьбен мат болады бұлай. Келесі тапсырмада шах берем. Король қашады. Ферзьбен мат берем. Енді бұл жерде король ортада пайдалану керек. Шах берем. Мат берем. Келесі тапсырмада король бұнда қашайын деп тұр. Сол себептен шах беріп бірінші блокировка жасап аламыз. Ладьямен жаптырып, сондықтан ферзьбен қиналмастан мат береміз. Бұл жерде мат беру үшін ойланайық. Қалай мат береміз? Король қиын жағдайда, сондықтан шах береміз. Король қашады. Мына жерден мат береміз дәл алдынан. Бұл жерде ладьяны бере саламыз связкаге. Амал жоқ, жейді. Жемесе бәрібір мат алады деді. Жеді, мат алды. Жемесе де келесі жүрісте мат алады. Өйткені ферзі байланып қалады. Бұл жерде қалай мат қоямыз? Мұқият ойланамыз. Слонды связкаде тұруына байланысты ферзьбен кіріп барам. Слонмен жабат, ферзьбен мат қоям. Өте танымал тактика, өте көп кездеседі шахматта. Келесі тапсырмамыз. Корольге мат қою керек. Шахмат ойнаған кезде мейлінше корольді орталыққа шақыруға тырысыңыздар. Сол себептен шах берем. Король орталыққа қарай жақындады. Ферзьмен мат берем. Келесі тапсырмада қалай мат берем? Ладьямен шах берем. Король артқа жүрсе, линейный мат болады. Король кез келген жерге жүрсе, линейный мат, сызық бойынша мат қояр едім. Король алдыға жүр, көмекке пешканы шақырам. Ферзьмен мат. Келесі біздің тапсырмамыз. Слонды беремін. Ферзьге жол аштым. Мат. Келесі біздің тапсырмамыз. Король қашайын деп тұр. Сол себептен беру тәсілі. Кез келген жүріске мат болады. Корольге қашатын жері жоқ. Ешқандай. Сондықтан бірінші шах беріп алам. Король мұнда қашатын өзінің жолын жабу үшін, сосын артынан беруге болмайды. Слонмен атпен жауып кетеді. Сол себептен диагональ бағытта мат берем. Бұл жерде пешке береміз. Корольдің назарын аудару үшін. Ферзьбен мат берем. Бұл жерде қалай мат береміз? Бұл жерде шах берем. Ферзін жемеймін. Корольді жүретін жері жоқ вообще. Қарап отырсаңыздар, ешқандай жүретін жері жоқ. Сол себептен ферзді шаққа қосса мат болады. Бұл жерде мат беру тәсілі. Атты берем. Мына жол ашылу үшін ферзьбен мат берем. Келесі тапсырмада слон әрқашан диагональды шабуыл жасап тұрған кезде мынандай жертваларды беруді қорықпаңыздар. Ферзьбен мат. Келесі тапсырмада слон шабуылда ладьяны береміз. Жол ашылды. Ферзьбен мат. Келесі тапсырмада корольге мат қоюымыз керек. Шах, ферзь кедергі. Сол себептен беремін ладьямды. Ферзьбен мат қоям. Ферзі кедергі жасап қойыр. Ладьямды беру тәсілі. Ферзьбен кіріп мат қоям.
корольге мат қоюымыз керек. Сол себептен бірінші шах берем, ферзбен мат береді екенмін. Корольге мат беруге тырысу керек. Сол себептен атты бере салам. Кесіп тұр, линейный мат. Ал егер ферзбен жесе, атын жеп мат берер едік. Бұл жерде де мат. Келесі тапсырмада слонды лақтыру тәсілі. Ферзбен мат береміз. Байланып тұр, сол себептен ладьяны береміз. Король жалғыз, сол себептен алдынан мат қоямыз. Шах береміз. Бұл өте танымал тәсіл. Слон кесіп тұрған кезде пешкпен, ферзбен мат қою тәсілі. Келесі тапсырмада шах береміз. Корольде бір ақ жүрісі бар. Атпен ферз әрқашан жақсы ойнайды, білесіздер. Мат қоямыз. Келесі тапсырмада шах береміз. Ладьяның көмегін қолданып мат береміз. Келесі тапсырмада слонды бере саламыз. Корольді сіздерге айтқан болады, мейлінше алдыға шығаруға тырысу керек. Сонда ферзбен мат болады екен. Келесі тапсырма жалғыз ферзбен кіріп мат қойып кетеміз. Өйткені өзінің фигуралары кедергі жасап тұр. Келесі тапсырма ладьяны береміз. Слонға жол ашылады. Ферзбен мат. Шах береміз. Связканы пайдаланып арабский мат ферзбен қою тәсілін қолданамыз. Шах береміз. Ферзбен мат береміз. Әрқашан ферз көп жағдайда жақсы мат қояды корольге. Келесі біздің тапсырмамыз король жалғыз, шах береміз. Пешкінің көмегін пайдаланып мат береміз. Келесі тапсырма шах береміз. Ферзбен кіріп мат береміз. Міне достар, бүгін осымен біздің сабағымыз тәмам болды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз менің осындай видео жазуларыма көмек береді, шабыт береді. Комментке пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ал ағайын, келесі сабақта кездескенше балалар саламатта болайық.